Қазір қалайсың KZ платформасында өз жұмысын аяқтады. Себебі бұлар 1-2 күн бұрын, яғни 30 март, 29 март күні соңғы вывод кошелек жасап алуға болатын. Мен бұл туралы былтыр білген болатынмын. Қалайсың KZ сайты бар туралы. Сосын опросникке 4 ай бойы тапқаным менде 2-ақ мың. Бұл күлетін нәрсе да. Қалайсың командасы мысалға осылай істеп отырса. Енді мысалға мен 2000-ге жетейін деп қалған кезде завершает работу дейді. Яғни завершает работу деген жұмысты тоқтатып жатыр деген сөз. К сожалению, мы приостанавливаем работу платформы қалайсың на неопределенный срок. Белгісіз мерзімге тоқтатып жатыр. Яғни белгісіз әлі. Бұл шығу да мүмкін, шықпау да мүмкін. Болашақта, Енді жинаған балдарыңыз сіздердің уже күйіп кетеді деген сөз. Шығара алмайсыз 2000 теңгеге жетпесе. Отсюда қызықтар болып жатыр. Спасибо, что вы были с нами вместе. Мы проделали большую работу, донесли мнение 1000 казахстанцев, чтобы компания улучшила продукты дейді. Яғни қалайсың уақытша тоқтатылды, немесе мәңгіге тоқтатылды деген сөз. Мне даже кірмейді де, басылмайды да. Біздің жинаған 1999 теңгеміз күйіп кетті деген сөз. Каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Келесіде нормальный ақпаратпен бөлісетін болам. Өкінішті әрине мынау қалайсың KZ-дің жабылып қалғаны. Сіздерге баға берсем, 2 деген баға беремін. Қалайсың KZ. Адамдарды өтірік алдап сәсіл. Бірақ арасында утешить етіп қойдыңыздар. Әйтеуір опросникке 2000 жеткізіп, 2000 шығарып бергендеріңіз үшін рахмет. Бірақ келешекте қосылып, ішінде балымыз қалады деген сенімдеміз.